Аузу биллахи минашшайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Тағалаға сансыз шүкірлер, зікірлер, мақтаулар, мадақтар болсын. Жер бетіне мейірімділікті, бақытты, баянды, салауатты өмір сүру тәртібін үйреткен Алла Тағаланың ең соңғы елшісі Хазіреті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға, оның отбасына, сахабаларға, артынан ерген үмметіне Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Өте керекті, өзекті тақырып десек болады. Себебі мұнсыз адам өз бойындағы адамгершілігін жоғалтатын бірден бір мінез құлықтың бірі ол ұялу, ұят жайында болмақ. Ең бірінші осы ұялу сөзін және ұятқа тоқталмас бұрын қоғамымыздағы болып жатқан небір келеңсіз іс-амалдар мен келеңсіз мінез құлықтар мен ұятсыздықтың көрінісін баршамыз күнделікті көріп жатқанымыз ол сөзсіз. Ал енді дініміз ислам осы ұятты қаншалықты дәрежеде жоғары қойды. Бұл ұят жалпы адамға өте керекті болған бір мінез құлық. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисінде былай дейді: әрбір нәрсенің мінезі бар. Ал біздің дініміз исламның мінезі ол ұят деген. Ал енді ұятты болу, ұялу, осы сынды мінез құлықтың барлығын біз әрине пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бойынан көреміз. Себебі Алла Тағала Құран-ы Кәрімде «Иннәка лә'ала хулуқин азим» дейді. Расында сен өте ұлы мінез иесісің дейді. Міне осы ұялу тұрғысында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көптеген хадистері бар. Ал енді соның бірі «Әл-хаяу шу'батун минал иман» дейді. Ұят иманның жартысынан дейді. Осы ұят сөзіне тоқталар болсақ, бұны көп адам біле бермейді. Және дініміз исламның мінезі ұятқа теңелген болса, онда сол діндегі бұйырылған әрбір амал ұятпен тығыз байланысты. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмір тарихына көз жүгіртер болсақ, ол кісі дінімізді жеткізетін Алланың соңғы елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Ол кісі дін жаярда, дінді жеткізерде, адамның қателесіп жатқан ісін көргенде, осы бір ұялу сынды мінез құлықпен әрдайым жылылықты көрсете білген. Ол кісінің ұялуын пайғамбарымыз саллаллаху бір хадисінде айтады: шымылдырықтың ар жағындағы жас бойжеткеннің ұялғанынан да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам артық ұялатындығын хадисте жеткізеді. Ал енді ғалымдар осы ұятты үлкен үш топқа бөлген. Сол үш топтың біріншісі ол Алладан ұялу болып табылады. Ал екіншісі адамдардан ұялу болып табылады. Ал үшіншісі ол өзінен ұялу. Міне ғалымдар ұялуды үлкен осындай үш топқа бөлген болса, осы үш топты иншалла сіздермен жеке тоқталып өтеміз. Алладан ұялу дейді ең біріншісі. Алладан қалай ұяламыз? Жай өзіңізге сұрақ қойып көріңізші, мен Алладан қалай ұяламын? Алладан ұялу деген сөз, Алла Тағала сізді жоқтан бар қылып жаратты. Сізге денсаулық, бақ дәулет, бала шаға несібе берді. Осының барлығын ішсін, жесін, көрсін. Әрине ең бастысы Зарият сүресінде келгендей Бисмиллахир-рахманир-рахим «Ва ма халақтул джинна вал инса илля ли'абудун» деді.
Мен жындар мен адамдарды тек қана өзіме құлшылық қылулар үшін жараттым деді. Адам баласының жаратылғандағы басты мақсаты ол Алланы танып құлшылық қылу. Ал қалған берілген әрбір ризық несібе бұл өмірде бүгін барда ертеңгі жоқ алдамшы дүниенің уақытша берілген нығметі. Ал сол берілген әрбір нығметке шүкір ету, ол шүкіршіліктің төресін Алланың Құрандағы бұйырылған әрбір тағат ғибадатпен орындау арқылы көрсету, міне осы нағыз Алладан ұялудың көрінісі болып табылады. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы Алладан ұялу жайында мына бір хадисіне былай деп келеді. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен бірге отырғанда Алла тағаладан лайықты түрде ұялыңдар деді. Сонда сахабалар таңғалып, я Расулулла, біз Алладан ұяламыз, шүкір деді. Біз Алладан ұяламыз деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөзін жалғап, Алладан ұялу деген ол адам басын және басындағыларын сақтау деді. Ішін деді, және ішіндегілерін сақтау деді. Және өлімді жиі еске алу, және мына дүниенің ләззатын тәрк ету деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның басын және басындағылары деген сөз, ол мынау сізбен біздің басымыз бар, білесіздер я, міне шекемізді сәждеге қоямыз. Осы басты Алладан басқа ешкімге сәждеге қоюға рұқсат бермейтіндігі. Басымыз тек қана Аллаға иіліп, Аллаға сәжде қылу керек. Ал басындағылар деген сөз, осы басымызда орналасқан көз, мұрын, ауыз, құлақ сынды мүшелерді харам болған амалдардан тыю деді. Ішін деді, және ішіндегілер дегені, мынау сізбен біздің ішіміз асқазан, солай ғой. Осы асқазанды харам болған астармен толтырудан ұялуымыз керек екен. Құдайдан қорқуымыз керек. Өйткені Құранда Алла тағала адал болған ризық несібені жеуді біздерге бұйырған. Және осы ішіміздегілер деген сөз, мынау қол, аяқ дейді. Осының барлығын харам болған амалдардан тыю деді. Және өлімді жиі еске алу деді. Көп кісілер өлім десеңіз, өмірді бір түңілткенмен теңес түсінеді. Негізі олай емес. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады, ең ақылды адам өлімді жиі еске алумен берілген нығметке шүкір еткен пенде деді. Жалпы өлімді еске алу деген сөз, ол сіздің әрбір атқан таңымыз бен батқан күніміздің арасындағы уақытымызды аңдап басу, күнәға батып қалмай, әрбір ісімізге тиянақ болу керектігін сезіндіретін бір хақ болған амал. Өлім хақ, одан ешкім құтыла алмайды. Олай болса, осы өлімді жиі еске алуға шақырады. Және осы дүниенің қызықшылығын тәрк ету дейді. Ол деген сөз, көп адамдар осы дүниенің қызықшылығына алдану арқылы Алланың Құрандағы бұйырылған жеке басты, қоғам ортасындағы отбасы үшін жауапкершіліктегі құлшылықтарды не істейді? Ұмыт қалдырады. Намаз оқы, ораза ұста, зекет бер, тағысында құлшылық ғибадаттарды айтсаңыз, уақыттың жоқтығымен дүниеден қол тимейтіндігін басты мақсатқа қояды. Бұл дұрыс емес. Міне Алладан шынайы ұялу деген сөз, Алланың Құрандағы бұйырған әрбір тағат ғибадатын орындау, қолға бұйырған құлшылықты орындау, көзге бұйырылған. Көп адамдар көзімен харам нәрсені көреді, аузымен ғайбат айтады, өтірік айтады, құлақпен өсек естиді. Осының барлығын Алла тағала сол харам болған амалды істеу үшін емес, бәлки көзбен Алланың нығметін көріп, құлақпен хақ болған Алланың сөзі Құранды есту арқылы, мұрынмен таза нәрсені ескеу,
көзбен Алланың жаратылысын көру, соның барлығына шүкір ету тұрғысында берілген нығметті пенделер кері тұста пайдаланса, ол Құдайдан ұялмаған болып табылады екен. Өйткені Алла Тағала Құранда «Құл хуаллази аншаакум ва жа'ала лакум сам'a вал абсара вал афида» дейді Мүлк сүресінде. Негізінде адамдар дейді, берілген көз, құлақ, мұрын осы сынды нығметтің қадір қасиетіне жете бермейді, және шүкір етушілер өте аз дейді. Сізге берілген осы нығметтің барлығы шүкіршілігіңіз, сіздің сол берілген мүшелеріңізбен Алланың бұйырған ғана амалын көру, есту, іске асыру болып табылады. Міне шынында Алладан ұялу деген осында. Осыған байланысты бір оқиған келтірейін. Хасан Басри деген үлкен ғалым болады. Ол кісі бір күні келе жатса, бір байбатшаның баласы біраз адаммен жүк артып келе жатады. Сонда әлгі Хасан Басри әлгі байбатшаның баласының алдына келіп, «Ей, пәленшенің байдың ұлы» дейді. «Сендер адамдарды да, сөзді де байлықпен ғана теңейсіңдер. Мен саған» дейді, «бір-екі ауыз сөз айтайын, және сол екі сөзімді саған сатамын» дейді. Оның құны 2 күмістен тұрады дейді. Сонда әлгі байдың баласы әлгі Хасан Басридің сөзіне қызығып, «Сенің дегенің болсын, 2 ауыз сөзіңді маған айт, 2 күмісті саған берейін» дейді. Сонда Хасан Басри оған қарап тұрып, «Мынанша дүниені қайдан алдың?» дейді. «Сенің үйің бар ма?» дейді. «Үйім бар» дейді. «Сол үйің ата-бабаңнан мирас болып қалды ма?» дейді. «Жоқ, өзім салдырдым» дейді. «Қанша уақытта салдың?» «Біраз ұзақ уақыт кетті» дейді. «Неге?» дейді. «Себебі» дейді, «мен сол үйді салу үшін ауыр тастар мен ауыр ағашты пайдаландым. Ал сол нәрсені таситын әлгі жылқы дейміз, сиыр дейміз, сол сияқты малды аядым. Аз-аздан тасып, ұзақ мерзімде сол үйді салып біттім» дейді. Сонда Хасан Басри айтады, «Сен сондай жақсы екенсің, сен малға жаның ашыған екен. Сен қандай жақсы патшаның баласысың» деп, оның осы ісін өнеге тұта келіп, ол кісі былай дейді, «Сен әлгі малға ауыр жүкті артудан ұялған екенсің, бірақ өзің ұялмапсың» дейді. «Сен өз-өзінен ұялмапсың» дейді. «Өйткені сен мынаншама күнәні артып қалай жүрсің» дейді. Сонда әлгі байдың баласы таң қалып, атынан түсіп, «Екінші сөзіңізді айтыңыз» деп, оған асығыс білдіріп, әлгі сөзден кейін, әсерленгеннен кейін екінші сөзін сұрайды. Ол Хасан Басридің әлгі малға ауыр жүкті артуды малға жаның ашыған сияқты, сен өзіңе жаның ашы деген сөзі, үлкен күнәні артыпсың дегені, ол не? Құлшылықсыз жүргендігін айтады. Әрбір күні құлшылықсыз болса, ол өзіне үлкен күнәні артып жүр. Мына екі жақтағы періште амал дәптерін жазып жатыр. Сол сияқты айтқаны, өзіңе жаның ашымай ма, қияметте осыншама ауыр күнәмен қалай жауап бермексің дегені ғой. Содан екінші сөзіне қызығып әлгі байдың баласы, «Алтыныңды, күмісіңді берейін, екінші сөзіңді тездетіп айтшы» деп қызығады. Сонда Хасан Басри айтады, «Сен дәл осы жүрісіңмен қайда барасың» дейді. «Мен әкімшілікке, басшыларға баратырмын» дейді. «Осыншама дүние не істейсің?» дейді. «Бұл дүниені соларға беріп, үлкен бір лауазымды жұмысқа тұрмақшымын» деп, және өзінің әдемі киіне отырып, иіс-суымен сеуіп, өзін бір сондай таза кейіпте ұстап, сол ханның алдына баратқандығын жеткізеді. Сонда Хасан Басри айтады, «Сен жай ғана сен сынды жаратылған пенденің алдында осындай жүрісіңмен, осындай тұрысыңмен өзіңді әдем кейіпте ұялмастан, сол жердегі адамның барлығынан ұяла отырып, өзіне сондай бір таза кейіпте, сұлу кейіпте ханның алдына баруға тырысқан екенсің. Ал енді сен сол ханнан қалай ұялған болсаң, қияметте Алланың алдына барған уақытта сен қалайша ұялмайсың» деген екен. Сонда адам баласы Алланың алдына барған уақытта ұялу керек. Қалай? Осы берілген әрбір ризық несімен ішке жей отырып шүкір етпегендігінен.
Әбу Бәкір радиаллаху анхуды білесіздер ғой. Туалетке кірудің өзінде ұялғаны соншалықты басын салбыратып кіретін болған екен. Сол сияқты бір ғалым, Әл-Асуад ибн Язид деген бір ғалым өмірден өткен уақытта жанындағы достар айтыпты: неге жылап жатсың сен? Неге жылайсың деп. Сонда әлгі кісінің айтқан сөзі: неге жыламаймын? Егер де Алла тағала мені жәннатпен сүйіншілесе де, мен сол Алланың алдына барған уақытта осы өмірдегі әрбір істеген кемшілік, қате, күнәм үшін қатты ұяламын, сондықтан жылап жатырмын деген екен. Міне сондықтан да құрмет жамағат, Алладан ұялу деген сөз, ол күнәлі істерден тыйылып, Алланың бұйырған амалдарын орындауға итермелейді. Ал екінші, адамдардан ұялу. Адамдардан ұялу қалай? Қазір қоғамда ұятсыздық жиілеп кетті. Оны білесіздер. Бір-бірімізден ұялу жоқ. Қазақта бекер айтпаған, Құдайдан қорықпайтыннан қорық деп. Қаншама адамдар бір-бірінен ұялмайды. Әсіресе қоғамда қарт кісі келсе орын беруден ұялмайды. Жолда тұрып шылым шегіп, оның түтінін бетіңізге қарай үфірлеуден ұялмайды. Қала берді қандастарымыз көшеде ар намысын сатудан ұялмайды. Міне осы адамдардан ұялу деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде былай дейді: егер дейді арсыздық не нәрсеге жабысса да, әлбетте оның масқарасын шығарады дейді. Әлгі адам ұятсыз болса, онда ол міндетті түрде масқара болады. Ұят иманмен бірге жүреді. Егер сіз ұялмасаңыз, иманыңыз әлсіз болды деген сөз. Ұялмасаңыз, керек десеңіз, иманыңыз жоқ деген сөз. Ұят кетсе, иман кетеді дейді хадисте, иман кетсе, ұят кетеді дейді. Екеуі тығыз, бір-бірін тастамайды. Сол сияқты қоғамда қаншама адамдар бір-бірінен ұялмағандығы, оның иманының жоқтығы. Ал иман немен келеді? Ол дүниемен келмейді. Ол атақ абыроймен келмейді. Ол жаратушыны тану арқылы, Алланың бізге сізге түсірген діні исламды қабылдау арқылы, Алланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның әрбір айтылған өнегелі хадис сөздеріне құлақ асу арқылы иманыңыз артып, сонда жүректе ұят пайда болады. Ал қоғамдағы қаншама адамдар ар намысын ақшаға бола сатып, жолдардың бойында көресіз. Ар намысын сатып жатқан қаншама қандастарымыз бар. Ұялмайды. Оларды жалдап, үйіне әкеліп, үйін сондай зинақордың ордасына айландырған жеңешелер де ұялмайды. Ойлаңызшы, әлгінің орнына өз қызыңызды елестете аласыз ба? Сол жеңешелер соның түбінде жүріп, ақша үшін еш нәрседен тайынбайтын бұлар ұятсыздар. Міне осылар адамдардан ұялмайды. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тарихында көршісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям есік алдына қаншама мысыр әкеп тастайтын. Соны неге тастадың деп барып айтудың өзіне ол кісі ұялып, қаншама мұсылман емес, өзге дін өкілдері, сол кездегі мүшриктерді осы ұялу мен мінез құлқы арқылы қаншама адамдар дінді қабылдады. Міне адамдардан ұялмайтын адамдарды Қазақта да жақсы бір мақалда былай дейді: жарлы болма, арлы бол дейді. Өлімнен ұят күшті дейді. Малым жаныңның садақасы, жаным арымның садақасы деген Қазақта. Міне осы ар намысын барлығын сатып, болмашы бір дүниеге айландырған ол ұятсыздар. Міне осылар адамнан ұялмайды. Енді осы жерде ұялудың да өзінің жөні бар. Кейбір адам, бір бауырымыз айтады: мен бір үйге қонаққа барып едім. Сонда таңертең тұрып, намазымды оқуға, әлгі ванна мен туалетке кіріп, сықырлатып, дәрет алып, намаз оқуға ұялдым. Кімнен? Әлгі адамдардан дейді. Үй иесінен ұялдым. Сықырлатып түннің бір уағында тұрудан дейді. Ұялудың орны бар. Сіз Алла тағалаға құлшылық қылу үшін дәрет алып жатсаңыз, адамдардан ұялмауыңыз керек. Екінші бір адам айтады: мен дейді жаңадан ғана үйленіп едім. Таңертең тұрып, ғұсыл құйынуға ұялдым. Ғұсылсыз намаз оқуға бола ма дейді. Ол да орынсыз. Ғұсылыңызды құйынуыңыз керек, тазалануыңыз керек.
Ал сол сәтте сіз ғұсыл құйынам деп, дәрет алам деп таңертең тұрып, тазаланып, жуынып жатсаңыз, сіз ұйықтап жатқандардан ұялмаңыз. Керісінше сол үйдегі ұйықтап жатып, Алланың құлшылығын орындамай, бір орында тырп етпестен, Алланың берген ризық несібесін іше жей отырып, құлшылық қылмай, ұйықтап жатқан адамдар сіздерден ұялу керек екен. Қараңыз, шынында келер болсақ. Сондықтан адамдардан ұялу деген сөз, ол әрбір адамның өз бойындағы адамгершілік қасиетін сақтай білу, мінез құлқын орынды ұстай білу. Міне осы адамдардан ұялу болып табылады. Ал енді Алла тағалада Құран-ы Кәрімде ер мен әйелдің жүріс тұрысы қала берді әурет жерін жабу керектігін Құранда бұйырады. Сондықтан Құранда былай дейді: мүміндерге айт, бөгде әйелдерге қарамасын, қараудан көздерін сақтасын, ұятты жерлерін зинадан қорғасын дейді. Бұл олар үшін өте қайырлы, жақсы дейді. Ал мүмін әйелдерге айт, бөгде еркектерге қарамасын, ұятты жерлерін сақтасын дейді. Міне Құранда адамнан ұялу керектігін. Қазір қоғамда қаншама жастарымыз ұятты жерлерін ашып, екінші бір адамның ойы кетсе, ұмытпасын, сол ұятты жерген ашқан адамға сол түбі оған ауру болып тиеді. Аллергия болады, бір күні басқа бір нәрсеге ұшырайды. Неге? Өйткені өзінің сұлу болған тәнін өзгелердің көзіне не қылды? Шоқ қып түсіргендіктен көз тию деген әңгіме осы жерден басталады. Міне сондықтан да дінімізде Алла тағала Құран-ы Кәрімде адамдарды өзге адамдарға ұятты жерлерін көрсетпеу керектігін және олардан ұялу керектігін Құранда бұйырады. Ал үшіншісі ше, ол өзінен ұялу дейді. Өзінен ұялу дегенді қалай түсінесіз? Өзінен ұялу деген сөз, адам мысалға Құдайдан қорыққан болса, болмаса адамдардан қорқып бір істі істемей тыйылған болса, жалғыз қалған сәтте сол істі істеуден қорқу, ұялу, өзінен ұялу. Мысалға, көп адамның көзінше біздер кейбір ісімізді көрсете бермейміз. Бірақ жалғыз қалған сәтте өзіміз ғой, ешкім көрмейді ғой деп ерік беріп, көп күнәға батып жатамыз. Міне осы жерде адам өзінің екі жүзді екенін түсіне отырып, өз-өзінен ұялу деген сөз, өзін алдағалы тұр да әлгі жерде. Өз-өзін алдап тұр. Ешкім жоқ қой деп күнәға барып жатыр, ешкім жоқ қой деп алдап жатыр. Мәселен, өз-өзінен ұялу деген сөз осы. Және Айша анамыз айтады хадисте: Айша, егер ұят адам болса дейді, ұятты адам болса, әлбетте ізгі адам болар еді дейді. Ал егер арсыздық адам бейнесіне енсе, әлбетте жаман адам болар еді дейді. Шынында адам ұятсыз болса, оның жүрісі де, тұрысы да, ісі де не болады? Күнәға толы болады. Өйткені адам ұялу иманмен тығыз байланысты екенін айттық. Және сол адам өзінен ұялу дегені, бағана айттық қой, Алладан ұялу деген сияқты, әрбір істеп жатқан ісі үшін қияметте жауап береді. Және өзінің амал дәптеріне қандай амал түсіріп атқандығын ойлау керек. Кейбір адамдар үйінде жүріп те ұялмайды. Өзінен ұялмайды, үй ішінен ұялмайды. Әсіресе ер кісілер. Әйел кісілер қала берді одан да. Шортик киіп алады. Қарапайым мұсылман бауырларымыздың үйіне барып қалсақ, кей кезде намаз оқып жүрген. Діннен алыстау болу мүмкін, бірақ намаз оқып жүр. Үйіндегі туыстар діннен алыстау болу мүмкін, бірақ ашық-шашық жүре береді. Қыз баласының шортикпен алдыңыздан келіп сәлем бергенінде сіз жер сүзіп қаласыз. Ал сол үйдің еркегі сол қызның әуретін ашқанына ұялмай жүре беретін болса, ертең зинақордан бір-ақ шығады. Сосын өкініш өзіне болады. Ал осы қыз бала болсын, жалпы әрқайсымыз өзіміздің жеке бас тұлғамыз үшін ұялу деген қасиетті бойымызға тартқан болсақ, осы мінез құлық кімге нәсіп болған болса, ол пенде қуансын, Аллаға шүкір етсін. Себебі пайғамбарымыздың бір хадисінде айтады: бір кісі өте ұялшақ болады.
Және сол кісіге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сенің бойында бір екі жақсы қасиет бар, біреу жомарттық, біреу ұялу дейді. Сонда сахаба әлгі қасиетті естігенде, Алла тағала маған оны жаратылысынан берді деді. Олай болса Аллаға шүкір ет деді. Сондықтан ұялу және жомарттық сынды мінез құлықты кейбір адамдардың бойына Алла тағала береді. Ондай адамдар қатты қуану керек. Өйткені ұялған адам түбі күнәдан арылады, ал ұятсыз адам түбі күнәға ұрынады. Міне сондықтан да құрметті жамағат, әрине ұялу деген сөз жарты сағатқа сыйдырар тақырып емес, бірақ десек те ғалымдардың үлкен-үлкен үш топқа бөлген осы үш тобына жеке-жеке шамамыз келгенше тоқталып өттік. Баршамыз өмірімізде осы ұялуды өміріміздің темір қазығы ретінде алсақ, онда не? Әлгі хадисте айтқандай, әрбір нәрсенің мінезі болады. Ал сіз бен біздің дініміз, исламның мінезі ол ұят деген. Олай болса, мүмін болсақ, мұсылман болсақ, онда біз ұялуымыз керек. Алладан ұялуымыз керек, адамдардан ұялуымыз керек, және өзімізден ұялуымыз керек. Сонда ғана ұят ол иманнан туады. Иман ол сіздің екі дүниенің жарқын жетелейтін бақытты не? Бір жүректегі нұр. Сондықтан Алла тағала еш уақытта сізбен біздің иманымызды айырмасын. Алла тағала осы иманымызды күшейтіп, білгенімізге амал қылатын, білмегенімізді білдіретін өмір ғұмыр нәсіп қылған болсын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Алла тағалам біздерді өзіңе лайықты түрде құлшылық қылатын құлдардың қатарынан қылғайсын. Раббым Алла біздерді жұма мен жұманың арасында біліп те білмейсізден үлкенді қате кемшілік күнәларымызды кешіргейсін. Раббым Алла қасиетті Рамазан айына аман есен жетіп, сол қасиетті Рамазан айында 30 күндік оразаны бір өзіңнің разылығымен тақуалықпен ұстауды нәсіп қылғайсын. Елімізге, жерімізге тыныштық, бейбітшілік замандар нәсіп еткейсін. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад би рахматика.